Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге жасымық сорпасын, яғни чечевичный суп әзірлейтін боламыз. Бізге ол үшін алдымен қазанымызға сары майымызды салып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған кезде жуамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Жуамыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Қуырып аламыз. Үстінен картопымызды салып, барлығын бірге қуырамыз. Бұл жерде картоптың, сәбіздің туралуы маңызды емес, себебі барлығын соңынан блендермен езетін боламыз. Дәм үшін мен азғантай 1 чайный ложка зира салдым. Зира, мята, болгар бұрышы, чеснок барлығын салып бірге араластырамыз. Егер сіздерге зираның дәмі ұнамаса, қоспасаңыздар да болады. Азғантай қызанақ пастасын, томат салдым. Қуырып аламыз. Жасымығымызды салып, бәрін бірге қуырамыз. Екі жарым литрдей су құйып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Біздің жасымығымыз 20-20 минутта пісіп қалады. Дайын болғаннан кейін оттан өшіріп, блендермен барлығын жақсылап езіп аламыз. Біздің жасымық сорпамыз дайын. Қайтадан отқа қойып 5-10 минут қайнатып аламыз. Мен багет нанын кептіріп алдым. Жасымық сорпасын осылай сухарикпен, кепкен нанмен жесеңіздер өте дәмді болады.